Шешеклерге көмілген бақша өзі бір әкият дүниясы сыман, ауызына шилек копқан лек-лек, қорашқыда бүкіреген келіш хаман шүп ұтый. Ерақтарақтаған бір сын жилек жеме шүплерге түшкен құштарын құрқытып тұра. Бұл қорашқылар әркімні елмайырға һәм ғажеплерге мәжбүр ете. Әр нәрсеге хужаларын фантазиясы бай. Бұл участок метем өзінің шешеклік болады едім мен, сразу. Метем бір нендей қиярда керекмей, бір нәрсе керекмей, менға метем шешеклік керек. Шулай дедім де, шундан берлі, яра мен сен ол жеріңе қоғыл мен қозып берем дей, салават енді қозып берді де, ел сайын міне отыртырға тұтындық енді біз. 1905 жылда қозылған көйдан соны Баратек Садретдиновлардағына ішерге бола, әлік ол қолғалы болған. Хожа су алу үшін жайланмаларды машина дискіларына ясап қойған. Қазір бүтін ауыл халқы шешмәлі көйі суына файдалана. Әлеке мұнда қиманың қияғында конныйды бар болған еді біздің. 1905 жылына қозыған болғандар ол көйіні. Мұна әне пенсияға шыққанда 80 жылына бірінші пенсия акциясына алып, ол қия көмілген еді. Biz onu alıp çiz tartıp, kıyını açtık. Oka var idi maşina, şunun diskası kaldı da nilerinden ceyip yasadık indi. Özü biz uli vardık, özü biz yası vardık indi şulay. Bu projektirovşek min işlevçi. Садретдиновлардың ғайлы күріп яши баштауларына 44 ел Алданшаллы шәһәрендә яшәгәннәр. Ауылга кайтып төпленгәннәренә 30 елдан артык. Салават абый әтисе нигезенә яңа йорт торгызган. Бүгенге көндә 90 яшьлек әниләрен карап тәрбияләп торалар. Вәсимә ханым чәчәкләр үстерергә яратса, Салават ага балта тимер эшенә оста, тәрәзә йөзлекләрендә үзе ясаган. Мондый тырыш гаиләләр авылда шактый. Хәзер бәйге игълан ителгәч, һәркем йорт тирәсендә чәчәкләрне күп үстерә башлаган. Быйыл ауылыбызда инде бәйге ыйыштырдык шундай эш номинацияда. Берсе организациялар чәчәкләр үстерү, благоустроенный территориясы дигәндә. Икенчесе иң матур йорт, тәртипле йорт, чтобы ухоженный булсын. Икенчесе цветущий сад, чәчәкләр бакчасы дип аталган номинацияга конкурс бирдик. Шунда актив катнашучылар бар. Биредә авылны чиста тоту максатында өмәләр үткәрелә, зиратлар җыештырыла. Быел авыл җирлеге грантта откан. Грант тоттык 200 мең, менә шул алып баган акчага хәзер благоустройство парка дигәндә шуны ясарга исәп инде. Концертный аппаратураларга исәп, скамейкалар отырырга урыннар инде шундый исәп бар безнең. Ауыл җирлеге игълан иткән бәйгегә сентябрь аенда нәтиҗә ясалачак, авылларны да гөлбакча итеп була. Моны Салават һәм Вәсимә Садретдиновлар үз үрнәкләрендә дәлилли.